мұсылман қызбен қанша рет кездескен дұрыс дейді. Құрметті тыңдармандар, қызбен кездесу мәселесіне өте қатты көңіл бөлгеніміз жөн. Бағана айтып кеттік, отбасылық өмір біз үшін өте ауадай қажет. Біздің келешегіміз, тағдырын шешетін бұл отбасылық өмір. Адам бал жас кезде, күш қуаты бар кезде көп нәрсені күш қуатымен жеңіп кетеді. Адамның өмір құрандан келеді әлсіздік, күштілік, әлсіздік. Бұл деген нәрсе отбасы құратын уақытыңыз сіздің ең күшті уақытыңыз. Бірақ одан кейін біліңіз, сізді әлсіздік күтіп тұр. Бұл өмірде мәңгі бір Алла тағала ғана. Қалғанның барлығы уақытынша да. Сол үшін отбасы өте маңызды мәселе. Сол үшін отбасы құрар кезде бұған өте мұқият мән беру керек. Бұған немқұрай қарамау керек. Сол үшін қыз бен жігіт кездескен уақытта да, жігіт пен қыз кездескен уақытта да, былай айтқанда шектен шығып кетпеу керек. Өкінішке орай ажырасулар өте көп. Бұның барлығы сол отбасы құрмай тұр, біздің шектен шығып кетуіміз. Шариғат қайтарған іс-әрекеттерге алдын ала барып қоюымыз. Көрдіңіздер ме? Осының барлығы не қылады? Біздің келешек отбасы құруымызға да әсерін тигізеді. Сол үшін қыз бен жігіт кездескен уақытта ең бірінші ата-ана білу керек. Ата-ана ұлын өсірді. Ата-ана қызын өсірді. Олардың бақытты болуын қалайды. Сол үшін қыз бен жігіт өзі емес, ата-аналары біліп, разылығын беретін болса, онда кездесуге болады. Кездескен уақытта қалай? Міндетті түрде жанында үшінші бір адам болуы керек. Дінімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір қыз бір әйел қалмасын, үшінші шайтан болады дейді. Сол үшін әрқашанда не? Жаңа кездескен уақытта жай ғана кездесіп, паркке күліп, қыдырып, былай жүру емес, үйлену мақсатында барып көріңіз. Ұнады ма? Альхамдулилlah. Ұнамады ма? Қызын да басын ауыртуға болмайды. Жүрегін ауыртуға болмайды. Ол да біреудің қызы. Оның да көңілі бар. Сол үшін барынша кездесудің алдын қызды көріп, сұрап, танып біліп алған дұрыс. Үйленетін болған кезде кездесіп, бір-екі кездесіп, кейін ар жаққа қарай үйленсек, иншалла, бұл да не болады? Отбасыда береке болады. Сол үшін осы мәселелерге қатты мән беру керек. Сол үшін қызбен кездескенде қанша рет кездескен дұрыс деген сұрақ қойған екенсіз, мүмкін бір кездессеңіз шешіледі, мүмкін екі кездесерсіз, үш кездесерсіз, онда да жаңағыдай куәгерлермен, шариғаттың шеңберімен, жаңағыдай шектен шықпау керек. Өйткені шектен шығу бұл біздің отбасы құрғаннан кейін өмірімізге де әсер етіп қалады. Сол үшін құрметті тыңдармандар, әрқашанда истиғфарда жүрек, иншалла, Алла субхана ва тағала бізге жақсы ғұмыр сыйлайды, иншалла. Садақа қауіп-қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий KZ қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.